Баршаңызға сәлем, мені құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін қазақтың ұмыт болып бара жатқан осындай жүректен жасалынатын үлпершек деген тағамын көрсетемін. Бұған қажетті заттар қазы, кішкене ет және де қойдың құйрық майы. Кішкене сүрленген ет алсаңыздар да болады. Ал енді ең бірінші мына жүректің ішіндегі еттерінің барлығын босатып, осылай кесіп алып тастаймыз дағыны. Жүректің ішін қуыс етіп қалдырамыз. Бұл тағамды бұрынғы апа-әжелеріміз жасаған, үлпершек деп аталынады. Қыз тұрмысқа шыққан кезде қыздың анасы қызы мен күйеу баласын үйіне шақырған кезде осы үлпершек тағамын арнайы жасап беретін болған. Бұл тағамның қыздың денсаулығына, яғни болашақ ана болатын қыз болғандықтан, соның денсаулығына өте пайдалы. Сондықтан да осы тамақты арнайы жасап беретін болған. Ал енді мынау еттің барлығын турап дайындап алдық. Енді осының ішіне сарымсақ, қалағанша дәмдеуіштердің барлығын қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз дағыны. Осының барлығын жүректің ішіне толтырып саламыз. Өте керемет дәмді тағам болып шығады. Қазіргі жастар көбінде біле бермейді, сондықтан да жас ұрпағымыз ұмытып қалмас үшін соларға сабақ болсын деген ниетпен түсіріп отырмын. Өзім де әжемнің қызы болғанмын. Сол себепті бұрынғы әже көрген кісілер бұны біледі. Жүректің ішін осылай ет сыйғанша толтырамыз. Егер де қазы сүрленген болса, оны бүтіндей турап саламыз. Ал менің қазым жұмсақ болғандықтан, оны мен ортасынан кесіп алып, майдалап, турап қосып жібердім. Осылайша дайын болған үлпершекті ыдысымызға салып, қалған еттердің барлығын қосып бірге асып жібереміз. Қайнайын деген кезде бетінде көбігінің барлығын алып отырып, тұзын көреміз. Егер де тұзы жеткіліксіздеу болса, онда кішкене тұз саламыз. Енді үлпершегіміз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет, жұмсақ. 3,5 сағат пісірдім. Бұл жұмсақтығына, еттің ішіндегі жұмсақтығына байланысты. Егер сүрет болса, кішкене ұзақтау қайнайды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Кейінгі ұрпағымызға да осы тағамды дәріптей жүріңіздер. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар.